Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қазақ елі. Досым, құрметтеймін мен сені. Нартылғалы жан едің ғой еңселі. Жер бетінде тату жүрген шын достар ақыретте бірге болады деуші еді. Досым, мұңдасым сырласымда, өзің жайлы ақын досың жырласында. Мен сені мәңгілікке құрметтеймін. Білесің, өмір мәңгі тұрмасында. Досым, батырым, абаданым, ешқашанда қайғырып қарамағын. Сен мен үшін шын қуанып күліп жүрсін, мен сен үшін жауға да шабаламын. Досым, маған қымбат тек биіктен көрінгенің. Сен мен үшін ешқашан ерінбедің. Сен менің жүрегімнің төріндесің, мен сенің жүрегіңнің төріндемін. Сөзімнің түйіні әрқашанда жанымыздан табылатын адал достарымыз аман болсын. Енді мен Әл-Фараби атамның бір сөзімен қорытындылай салайын. Мінсіз дос іздеген адам өмірден доссыз өтеді деген екен. Әрқашанда достарымыз аман болсын, қадірлейік, құрметтейік, бар болайық, бай болайық. Аман болыңыздар. Саған разымын, ризамын досым. Қуанышта да қасымдасың, қайғыда да қасымдасың. Постоянно жанымдасың ғой әйтеуір. Бірақ деген ай дейтін нәрсе бар да. Ертең өлген екен, бөлек жатамыз да екеуміз.